Сәлем достар, бүгін өте оңай дайындалатын шоколадты пирогтың рецебімен бөлісемін. Ең бірінші тестісін дайындайтын боламыз. Шекер, тұз, ерітілген сары май, жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Ұн, қопсытқыш салып, жұмсақ қамыр илейміз. Тестімізді екі бөлікке бөлеміз. Кішкентай бөлігін мұздатқышқа, ал үлкен бөлігін пирогтың формасына салып, тоңазытқышқа қоямыз. Келесі енді салмасын дайындаймыз. Сүт, кукурузды крахмал, шекер, какао, жұмыртқа салып араластырамыз. Осыны орташа отта газге қойып, біртекті қою масса болғанша араластырамыз. Осындай масса пайда болады. Газды өшіріп, енді формамызға саламыз. Енді тестіміздің екінші бөлігін алып, үккіштің үлкен көзімен өткіземіз. Осылай пирогтың бетін жауып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 35-40 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен пирог дайын. Аздап суытып аламыз. Бұл пирог енді барлығына ұнайды, дәмі ерекше. Сіздер де жасаңыздар. Менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.